Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып оқушылары? Бүгін математика пәнінен 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту тақырыбымен танысамыз. Сабақтың мақсаты барлық оқушылар мынадай жағдайларда 23 пен 2-нің көбейтіндісін, 123 пен 2-нің көбейтіндісін, 46 мен 2-нің бөліндісін, 246 мен 2-нің бөліндісін сандарына жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдана алады. Көптеген оқушылар 2 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдана алады. Кейбір оқушылар 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдана алады. Ал енді балалар, сабақты бастамас бұрын психологиялық дайындық жасап алайық. Менімен бірге мына өлең шумақтарын оқыңдар. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен амандасып қалайық, бір жарқырап алайық. Келесі балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. 2 таңбалы сандарды өсу ретімен, ал 3 таңбалы сандарды кему ретімен көшіріп жаз. Сонда сен Нұр-Сұлтан қаласының ортасында орналасқан Керей мен Жәнібек монументінің авторы кім екенін білетін боласыңдар. Керей мен Жәнібек ханның монументінің авторы Ринат Әбенов. Ринат Әбеновтың суретіне назар аударайық. Балалар, мына ережені есімізге сақтайық. 2 таңбалы және 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға көбейтуді баған түрінде жазып орындаған ыңғайлы. Бұл жағдайда көбейту таңбасы X қолданылады. Көбейткен кезде бірліктер бірліктердің, ондықтар ондықтардың, жүздіктер жүздіктердің астына жазылады. Көбейту бірліктерден бастап орындалады. Көбейтудің қалай орындалғанын қарастырайық. 43 пен 2-нің көбейтіндісінің мәнін табамыз. Бірінші көбейткіш 43, бірліктің астына екінші көбейткіш 2-ні жазамыз. Бірліктерді көбейтеміз. 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6, 6 санын бірліктердің астына жазамыз. Ондықтарды көбейтеміз. 4 пен 2-нің көбейтіндісі 8, 8 санын ондықтардың астына жазамыз. Сонда шешуі 43 пен 2-нің көбейтіндісі 86-ға тең. Ал енді балалар, 3-ші есепке назар аударайық. Есептеуді түсіндіре отырып, алғашқы үшеуін баған түрінде орындайық. 23 пен 3-тің көбейтіндісі 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9, 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6, көбейтіндінің мәні 69. 24 пен 2-нің көбейтіндісі 4 пен 2-нің көбейтіндісі 8, 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4, көбейтіндінің мәні 48. 44 пен 2-нің көбейтіндісі 4 пен 2-нің көбейтіндісі 8, 4 пен 2-нің көбейтіндісі 8, көбейтіндінің мәні 88. Үшінші есептің қалғанын дәптерге өзіміз орындаймыз. Келесі балалар, 4-ші есепке назар аударайық. Маусым айында біздің мектептен 43 оқушы, ал тамыз айында одан 2 есе артық оқушы Нұр-Сұлтан қаласына экскурсияға барды. Біздің мектептен барлығы қанша оқушы экскурсияға барды? Кәнеки балалар, шартын құрайық. Ал енді балалар, шығарған есептерімізді тексерейік. Шешуі 43-ті көбейтеміз 2-ге тең 86, 86-ны қосамыз 43-ке тең 129. Немесе тағы бір шығару жолдарымен қарастырайық. 43-ке көбейтеміз 2-ні, оған қосамыз 43-ті тең 129. Жауабы біздің мектептен барлығы 129 оқушы экскурсияға барды. Ал енді балалар, 5-ші есептегі кестеге назар аударайық. Көбейтудің мәнін тауып, қалай есептегеніңді түсіндіру керек. Бірінші көбейткіш 24, екінші көбейткіш 2, көбейтіндінің мәні 48. Келесі, бірінші көбейткіш 33, екінші көбейткіш 3, көбейтіндінің мәні 99. Келесі 21, бірінші көбейткіш,
Екінші көбейткішіміз 4, көбейтіннің мәні 84. Келесі бала 7-ші есептің тапсырмасын оқиық. Құрбылар Сәуле, Қарлығаш, Зәуре мен Шолпан әртүрлі үйде тұрады. Сәуле бүгін 3 құрбысының үйіне бармақшы болды. Ол мұны қанша тәсілмен орындай алады? Ал енді балалар, суретке назар аударайық. Ал келесі балалар, жауабын тексерейік. Сәуле мұны 6 тәсілмен орындай алады. Үй тапсырмасына 50-ші беттегі 6-ші есептегі теңдеуді шешіңдер. Орындағандарыңа байланысты жетістік баспалдағын толтырып, өз-өздеріңді бағалаңдар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.